Ал бір көктемнің өзінде 51 ауылы су астына кеткен Қарағанды облысына көрші аймақтардан қайтарымсыз көмек легі әлі де жалғасуда. Елді дүр сілкіндірген тасқындан зардап шеккен жұрттың жағдайы қиыр батыстағыларды да бейжай қалдырмады. Тамақ пен төсенішке лық толы 3 жүк көлігі бүгін Қарағандыға ат басын тіреді. Толығырақ тілші материалында. Айналдырған бір айда 51 ауылдың 80 баспанасы қирап, 2000-ға жуық үйге су кірген өңірге еліміздің шет-шетінен көмек ағылып жатыр. Әлі де 13 мыңдай адам гуманитарлық көмекке мұқтаж. Осы ретте қарағандылықтарға атыраулықтар да қол ұшын созды. 2 жүк көлігін тамаққа, біреуін көрпе төсекке толтыра жеткізген Атырау облысы әкімінің орынбасары бұл тек бастамасы екенін айтады. Алдағы уақытта біздің студенттік құрылыс жасақтары және кәсіпкерлер осы тұрғын үйлерді қалпына келтіруге және құрылыс салып беруге дайын екенін жеткізеді. Ал Алматы, оңтүстік Қазақстан облысы, Қостанай секілді аймақтардан келген көмекті дер кезінде үлестіріп отырған Қызылай қоғамы қазір халықтың көбі азық-түлікке зәру екенін айтады. Тіпті киім қабылдауды да 4 күн бұрын тоқтатыпты. Өйткені киіліп біткен кір киімдер, сондай киімдерді әкеледі көбінесе. Аяқ киімдер, например, таваны ашылып қалған, бір жағынан өкшет түсіп қалған, ондай заттарды қай бетімізден апарамыз оларға керек емес. Біз мына жерде волонтерлар жұмыс істейді, күнімен келеді да, осы жерде перебирать етеді, қайсы керек емес заттарды солардың етіп, біз қаншама күн жібердік. Мына киімдерді көріп, еріктілердің ренжитіндей бар дедік бізде. Өйткені бірінің мынадай түсі бозарса, енді екінші мынадай тіпті жыртық. Оны адам кимек түгелі тіпті еден жууға жарамайды дейді таратушылар. Сондықтан да көрші өңірдегі көмекті үлестіріп жатқан жауаптылар мен қала тұрғындарына барынша іріктеп жіберсе деген еріктілердің ұсынысы жөн секілді. Гүлзия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, арнайы Қазақ Ньюс үшін Қарағанды облысынан.